Қыздар, сәлем, қалайсыңдар? Кеше дейтін 2 күн бой болған ғой біздің жылқы сойғанымызға. Соны ән жасаймын, мін жасаймын деп байғұс мына еттерім дейтін тұз, бұрыш, чеснокпен бәрін сықайтып араластырып қойған ғой 2 күн бұрын. Сонымен дейтін қой құрсын, енді бәлен күн болды, ұят болар құрсын. Жасайын деп бастап жасадым. Шектерім дейтін кішкене қалай деп қатып қалған, әуелі қолбақ киіп өзімше бастап едім ғой. Онымен дейтін қолбақпен ыңғайсыз екен, мына перчаткамен. Содан кейін барып қолмен айдадым ғой. Мә, енді ұстайтын адам керек, кім бар екен деп айқайлап қоямын, біреуің бармаймын да келсеңдерші, мынаның дейтін ішіне етті сала алмай жатырмын деп. Соған дейтін барымша енді өзімше біреу келгенше деп жібін байлайтын да адам керек, негізі қазір жасағанда қасыма адам керек. Содан әйтеуір жолдасым келе жатыр екен, сау болсын. Как всегда менің қасымда көмектесіп жүреді ғой, алла разы болсын. Сосын айттым, давай сен жібін байлап тұр, мен еттерді салып тұрайын деп. Сонымен бісміллә деп бастадық. Ана соны шектерді жуып алуға ойыма келмей тұр ғой. Алдында 2-3 рет 2-3 қайтара жуып салып тастағанмын ғой. Соған кішкене холодильникте андай мұздақ болып қалған. Бәсе что-то шектерім жүрмей жатыр, не болса да әйтеуір қазір көреміз, нетіп тұрған болар деп, может кішкене мұздан болар деп бастап бірінші қазымды бісміллә деп бастап жатырмын. Қолым дейтін сырғанақтап жүрмей жатыр. Енді дейтін жабағым дейтін мә анау мынау емес дейтін неше кело айтпай ақ қояйын, интрига болсын. Мен всегда айтамын ғой, осылай алдында жілік сойғанда да ешкім таба алмады, қанша кило бар екенін тапқан адамға менен 2000 теңге сыйлық деп едім, ешкім таппады. Енді бұл жабағында қанша килограмм бергенін тапқан адам болатын болса, маған шыға қойсын, осындай килограмм берді деп, примерно болғанда енді точно айту керек неше килограмм бергенін. Содан кейін мен Каспий Голдына 2000 теңге лақтырамын, міндетті түрде отчет болады. Сонымен бастап бісміллә деп қазымызды бастадық. Қазымды мен дейтін шегі дейтін көп ойлап жатыр, мә точно қазір біздерге ет жетпейді, қазір сарайдан ет әкелу керек болады, мына етіміз жетпейді деп жатырмын да. Сонымен не керек, енді көреміз жақсы деп. Мынау өзінің специально қазыға дайындаған еттері ғой. Осыны барынша салып көрейік, содан кейін қалғанын көрерміз деп бастап жасадық. Бірінші қазымызды уф деп бітірдік. Әйтеуір кейбір андай не іштері білмеймін, мүмкін ана біреулер айтады, андай қалай деп айтады, жылқы откормда тұрса дейді ма, в общем жылқының андай несі, олар оказывается андай екен ғой, жемге не қосып береді дейді. Білмедім точно, бірақ өтірікшін жемге андай дәрі, укол сондай салып бергендіктен манадай несі шектері жыртылып кете береді дейді. Біздің де 1-2 шегіміз жыртылды, бірақ әйтеуір бәрін жасадық. Соның өзінде де бар ғой, бір 10 шақты шектей қалды ғой. Енді алла бұйырса оны да бір күні жасап тастауым керек. Мынау дейтін специально өзі қазыға арналған ет қой. Қазыға дайындап, ұзыннан турап бәрін дайындап қойған. Мен оның ұзын бұрышын чесногын салып, осы жерде тұрғанда дейтін чесногы бұрқып тұр ғой, иісі бұрқырап күшті болып. Ненің кухняның бәрін алып тұр иісі дейтін. Содан не керек, екінші қазымызды бастап кеттік. Бірінші қазымызды салып тастап, екінші қазымызды бастадық. Еттің дейтін кейбіреулері андай қатты жуан болғаннан сыймай жатыр. Қайта қасымда жолдасым бар, екеуміз дейтін екеулеп әйтеуір осы қазыларды жасап бітірдік. Еще бізді бір жерге қонаққа шақырып қойған ғой, соған барамыз деп жанталасып жатырмыз ғой. Еще мә біт болмайды, жаңағы қонақтың адамы соғып жатыр, телефон, қайдасыңдар, онымен вообще сөйлесуге не жоқ, қолым бәрі былғанып тұр. Жақсы деп. Еще дейтін тәртен жұмыс жолдасыма. Сонымен екеулеп әйтеуір уф деп қазымызды бітірдік қой, до конца жасап бар ғой. Негізінде мен қазы жасағанды өте ұнатамын. Менде тиктокта көп осы ет, қазы керек сондай жасаған нелер менде видеоларда. Алдында да осы мен неге осы ютубқа салғам. Алдыңғы мына жерде дейтін қыздар мен қазым жарылып кетіп, мә қоян деп жатырмын ғой. Соны дейтін жолдасым айтады, құтақандай қылып байлай қойсам, Ариф жетсейді, Арифке құтақандай қылып жасай қояйық десем, қой әлі орын бар ғой, тағы да салайық деп мына жерде общем екінші қазыны осылай кішілеу қылып жасадық. Қалған қазыларды көрсеңдер, сен 1 метрден көп сияқты даже бар ғой. Не болса ол болсын деп әйтеуір екінші қазымызды шағындау қылып жасадық.
Содан айтайын дегенім, YouTube каналында жоғары жағына өтсеңіз, осы тағы алдында да тағы қазы жасаған видеом бар. Ол қазыларым менің дейтін сүрленіп уже дәмі дейтін, біз бір-екі рет дәмін татып көрдік, керемет болып тұр дәмі. Енді мынандай әбден кеуіп соқтырғаннан кейін дәмін көретін боламын, сіздермен міндетті түрде бөлісемін. Мен айтайын дегенім, қазы жасау, жалпы ет тұздау деген менің жақсы көретін істерімнің бірі. Өте қатты жақсы көремін ет тұздауды, қазы айналдыру деген сияқтыны. Содан кейін мына жерде де еттерім дейтін ірі болып кетті деп жолдасым айтып жатырмын, не етіп тасташы, кішкене жіңішкелеу қылып кесу керек, а то дейтін сыймай жатыр деп нелерге ше, шектерге. Кстати, мына жерде қыздар шектерімді жуып алайыншы, что-то дейтін жүрмей кетті, аралары андай мұздақ болып қалған ғой. Содан кейін жылы сумен жуып алайын деп, ана жерде шегімді алып кеттім, жуып алайыншы деп. Жолдасым да неге сарайға не іздеп кетті, андай капрон жіп, андай кәдімгі шарық жіппен, катушка дейді ғой, сол жіппен байласаң, ол андай бәлен рет қабаттау керек. Содан кейін мынау не жақсы, капрон жіп жақсы, мықты болады. Содан қайтадан бастап кеттік қазымызды жасап. Ана жерде дейтін үстінен салып тұрса, астынан біреу төмен қарай бүйтіп итеріп тұрса, жақсы жүреді екен. Лайфхак болсын сіздерге. Сонымен дейтін екеулеп әйтеуір дейтін, мынау үшінші қазы ғой деймін, үшінші ма төртінші қазы. Сонымен әйтеуір жасап қазымызды мен салып тұрдым, жолдасым байлап тұрды екі жағынан. Әйтеуір дейтін керемет болып шықты. Енді бұйырса осын дейтін әбден сорықтырып сарайға іліп қоям. Содан кейін барып дәмін қараймын. Негізі мен жолдасыма айтқам ғой, мына жерде мынау совсем ұзын сияқты, слишком кішкене орталарынан тағы бір бөлмейміз ба деп. Мына шектің өзі дейтін кәдімгідей метрден көп, метрден асады. Соған айтқам ғой, екіге бөлмейміз ба десем, ладно, піскенде ол бәрі не етіп қалады, андай бырсып кішкентай болып қалады ғой деп, содан жақсы деп мына жерде байлап жатырмыз. Енді 3 па 4-ші ма қазымыз. Ана жерде бөлек нелерге, табақшаларға, ет түсіретін табақшаларға салып жатырмыз қазыларымызды. Қазір соңынан көрсететін боламын. 5-ші қазы ғой деймін, бастап отырғанымыз. Етіміз дейтін жалпақ, андай қатты үлкен болып кеткен ғой, жалпақ болып. Соның орталарынан тағы да бір тіліп, осылай тағы да жасап жалғастырып жатырмыз қазы жасауды. Негізі 2 адам жасағанда өте ыңғайлы қазы жасаған. Бұрындары жолдасым жұмыста болған кезде мен балаларыммен жасайтынмын. Сап сармай кәдімгідей дейтін жабағы жақсы болды. Жалпы негізі қыста мал өте арып кетеді, бірақ біздікі құмда, далада, жайылымда жүрген мал болғандықтан өте көңілімізден шықты. Сойған жылқы жабағымыз керемет болды. Біздер қуырдағын жеп, уже дәмін көргенбіз. Дәмі керемет. Енді қазының дәмін де көретін боламыз. 5-ші ма 6-ші ма қазымыз сияқты осы жерде. Артық жіптерін қиып, артық шектерін қиып, осылай тығыншықтай алып, әп-әдемі алып қазымызды жасап жатырмыз. Бұл 6-ші ма 7-ші ма қазымыз ғой деп ұмытып қалмасам. Енді қалған шектерімді бәрін морозкаға салып тастадым, салапанға салып, ала бұйырса тұздалып тұрған тағы да осындай жабағының еттерінен шетінен алып, қалған қазыларында да жасайтын боламын. Шек қалды ғой енді бірталай менде. Оларды да осылай жасап тастаймын бұйырса. Қазы жасау дегенді жаным сүйеді. Жақсы көремін қазы жасағанда. Сондықтан көбіне жылқының етін алуға тырысамыз. Негізі жілік алатынбыз. Осыда бір қыста 2 рет 3 рет жілік алғанша
осылай не өзіміз аяқтай сойып алайық деп шештік. Аяқтай сойып алған жылқымыз, яғни жабағы. Енді қыздар айттым ғой жаңағы осы жерде бір жабағы қанша килограмм ет бергенін жазып кетсеңіз астына. Егер сол сіздің жазған жауабыңыз дұрыс болса, мен сізге шығамын. Мен сізге шығып Каспи номеріңізді сұрап, сізге міндетті түрде 2000 теңге аударатын болам. Олай болса, астына комментарийға жазып, видео ұнаған болса, лайк басып, тіркелмегендеріңіз болса, тіркеліп кетіңіздер. Етіміз әлі бар, Аллаға шүкір. Бітпей жатыр ғой. Қонақтығымыз болып қалды, сағат дейтін 9-дан кетіп қалды. Тездетейік деп осы жерде дейтін. Тез жасап отырғанымыз ғой, барымызша. Екеулеп. Андай кейбір шектеріміз расы керек, бір екі даже үш неміз жыртылып кетті осылай салып отырған кезде. Сонда мен жолдасымнан сұраған едім, неліктен осылай жыртылады деп, шектер не үшін жыртылып кетеді дегенде, сонда мана айтқан аткорымда тұрған жылқылар болса, дейді ма, солай жыртылып кетеді деп, көп жеп қояды дей ма, андай не деп. Негізі бірақ бұл біздікі аткорымда болмаған жылқы, далада, кәдімгі қырда, құмда жүрген жылқы ғой. Білмедім не үшін жыртылып кеткенін. Мүмкін мен көп жуып қойдым ба. Мен осындай жалпы малдың қандай мал болса да, сиыр болсын, түйе, жылқы, қандай мал болса да, шек құрылыстарын андай неге жуатын едім ғой, лимонный кислотаға. Мүмкін содан болар деп ойладым. Лимонный кислотаны көп пайдаланып жібердім ба деп, иісі кетсін деп. Мүмкін содан ба деп ойладым. Біздің сойған жабағымыз жалпы құмнан келген таза, кәдімгі далада жүрген жылқы. Сол лимонный кислотадан көрдім мен, содан болар деп бір-екі неміз жыртылып кетті. Ал енді мына жерде болуға таядық, біраз қандай қалды. Міне соңғы қазымызды бітірдік. Мынау соңғы қазымыз. Осыны салып болып, ой, осы асыққанда бітпей қалады ғой өстіп. Етіміз дейтін қап-қалың болып кетті басы. Жартысын кес деп жатыр, мына жерде совсем көп болып кетті, кажется, точно жыртылып кетеді деп. Сонымен соңғы қазымызды бітіріп, қыздар, осылай аяқтадық. Бар жоға, мына жерде менде қазір көрсететін боламын, 12-13 қазы шыққан сияқты. 12 анық бар, 12 қазы анық шықты.